жан, барып қайтесің енді. Кел, маған бері сал. Ой, жон. Сәттілік саған. Күшті хабармен келесің. Мамаға пока де. Пока де. Рахмет. Анализдің результаты шықсын ғой. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Денсаулығыңыз жақсы. Бірақ баланы ертеге төрт қойғансыз. Мен Насетованың анализін алып келейін. Кел абай. Басқа да шағымдарыңыз бар ма? Набар ұшылап кетті, тұршы ма? Сыртта күтсең ғой? Көріп тұрсыз ғой. Балам кішкентай. Екінші баланы асырауға әлі жағдайым жетпейді. Жақсы. Бәрін түсінемін. Барлық адамның бірдей ойлағаны, ешкімнің ештеңе ойламағаны. Менде бір ұсыныс бар. Қандай ұсыныс? Қолыңыздағы баланы өлтірейін. Не деп тұрсыз? Баланы өлтірген несі? Аборт жасатсаңыз да, қолыңыздағы баланы өлтірсеңіз де ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіз қандай жағдайда баласын өлтірген анасыз? Сіз де дәрігер дейді. Ақыл айтпаңыз. Дені дұрыс дәрігер бар шығар сізден басқа. Тілім менің тәңір болып арбайды. Бірақ ісімі біліс. Кейде өзімді қатты қысып құшақтап, жасаған барлық қателіктерімді кешіргім келеді. Ол алдыртпа дегенде қазіргі баламның жасы 10-да болар еді. Не болды? Мақсат, мені кешірші. Балаға бірінші болма не? Менде ақымақты кешірші. Шан. Баланы асырауға жағдайым жетпейді. Шан. Не болды, айтшы? Біздің тағы бөпеміз болады. Ал мен соны алдырмақшы болдым. Шан, уайымдама. Қайта жақсы емес пе? Екінші бала боламыз. Уайымдамашы. Дәрігер, кешіріңіз мені. Мен қатемді түсіндім. Бесік жүрімді үзгім келмейді. Бесік жүр өзің емес. Бақытты болыңдар. Бесік жырымды үздің ау. Мама, сүйінші, екінші немереңіз болады менесі. Жандарым, табысының жапырағын жайған алдым.